Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай медовик дайындаймыз. Өте оңай, дайындап көріңіздер. Ол үшін 2 ас қасық бізге мед керек, 1 стакан шекер керек, сосын май керек. Барлығын ледяной баняда ерітеміз. Содан кейін олар ерітіп болғаннан кейін осы сары болып. Сода саламыз 1 чайный ложка. Сосын соданы былғап барлығын араластырамыз. Осылай ағарып шығу керек. Содан кейін кремге сгущенка, сары май екеуін миксерлейміз. Жақсылап крем жасаймыз. Сары май мен сгущенкамен. Жақсылап миксерлейміз.